Тид отбасы Рождествоны өздерінің таудағы орман арасында орналасқан үйінде атап өтуге келе жатқанда, бұл сапардың қандай қасірет әкелетінін білмеді. Үйді безендіріп, шыршаны жағып, сыйлықтарды орап, бақытты күнді асыға күтті. Бірақ мейрамға шыққан қалғанда, олардың басынан жан түршігерлік оқиға өтті. Сәлем достар, эфирде сол кездер, менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тид отбасының Юта штатының Окли ауданында үйі бар еді. Бұл таумен және орманмен қоршалған өте шалғай жер. Жабайы, қол тимеген табиғат, айналада тірі жан баласы жоқ. Көрші үй бірнеше шақырым жерде. Тид отбасы үйді балалар кішкентай кезінде сатып алған. Олар қала сыртында, тыныштықта көбірек уақыт өткізгісі келді. Бүкіл отбасы үшін бұл үй нағыз жұмақ еді. Әкесі Рольф, анасы Кей, әжесі Бет және 20 жастағы Лини мен 16 жастағы Триша бір-біріне қамқор, тату отбасы болатын. Олар сондай бақыт деді. 1990 жылы Тид отбасы бұрыннан қалыптасқан дәстүр бойынша туған туыстарын үйлеріне жинауға шешім қабылдады. Рождество, қыста қар басқан тауда орналасқан олардың үйі ерекше, әдемі болатын. Рольф орманнан үлкен, үлпілдек шыршаны әкелді де, оны қонақ бөлмедегі ошақтың жанына орнатты. Ошаққа шұлық ілініп, Аяз атаның келуіне бәрі дайын еді. Рождестводан 3 күн бұрын отбасы Оклиге азық-түлік дүкеніне бармақшы болды. Бұдан әрі қалаға сапарлар жоспарланбаған. Автокөліктен басқа отбасында қарда жүргіштер болды, және олар дүкенге сол қарда жүргішпен баруды шешті. Бәрі үйден шығып, бір қарда жүргіште Лини, анасы және әжесі, ал екіншісінде Триша мен әкесі болды. Сол күні 22 желтоқсанда күн ашық, бірақ аяз деді. Үйге жарты жолда Лини анасына қолдарының мұздап қалғанын айтты. Олардың қарда жүргіш үйге келгенде қыз шыдай алмай анасына есікті ашуын өтінді. Ол үйге жүгіріп кіріп, қолдарын жылтып, сосын ғана әжесі мен анасына азық-түлік дорбаларын көтеруге көмектесуді ойлады. Қалған отбасы мүшелері жайғасқан екінші қарда жүргіш жолда болды. Лини ас үйге баспалдақпен тез жүгіріп шықты да, көзінің қиығымен сұр жемпір киген біреуді көргендей болды. Лини оның немере ағасы кейінірек келу керек болса да, ерте келіп қалған екен деп ойлады. Ол қуанып, осы сәтті пайдаланып, кенеттен секіріп оны қорқытты. Бірақ сәл жақындап келе, ол мүлде танымайтын жас жігітті көрді. Оның шаштары ұзын, бұйра, үстінде сұр түсті бір жейде болған. Жігіт оны байқады да, ештеңе деместен револьверді қызға тақады. Қыз оны ұры деп ойлады. Ең бастысы қозғалмау. Ол кетеді. Баспалдақ бойымен аяқ дыбыстары естілді. Ленидің анасы ас үйге көтерілді. Кей көтеріле сала не болып жатқанын түсініп үлгермей жатып, көрші жатын бөлмеден қолында кола бөтелкесі мен револьвері бар көзілдірік киген екінші жігіт шықты. Қызына көзделген револьверді көріп, сендерге не керек, қалағандарыңды алыңдар, деді үрейленген әйел. Баспалдақта әжесі де көтерілді. Сол кезде үйден револьвердің атылған дауысы мен Ленидің шыңғырығы естілді. Содан кейін өлі тыныштық орнады. Барлық жерде қан. Қыздың көзінше анасы мен әжесін атып өлтірген. Бірнеше минуттан кейін әкесі мен сіңлісі келеді. Қарда жүргіштің шоу жақындай бергенде, сұр бір жейде киген жігіт Лениді ұстап алып, оны үйдің кіреберісіне алып жүрді. Ленидің сіңлісі Триша әкесімен жайғасқан қарда жүргіш тоқтай салысымен, гараждан шаңғы маскасын киген, револьвер ұстаған адам секіріп шықты. Ол қолымен Ленидің мойнынан қысып, әкесі мен Тришаға дереу үйге кіруін талап етті. Әкесі қызының көзіндегі жасты көрді. Ол солайша орны толмас бір қасіреттің болғанын аңғарды. Сұр бір жейде киген жігіт Рольфтың ақшасы бар жоғын сұрады. Ер адам қолын қалтасына салып, ондағы бар ақшаны еденге тастады. Көзілдірік киген адамға Рольфты атуға бұйрық берілді. Бірақ ол атудан бас тартты. Содан кейін Лениді ұстаған жігіт тапаншаны Рольфқа бағыттады. Ол шүріппені 2 рет басып, үшіншісінде ғана оқ атылды. Рольф құлады. Лини мен Триша қазір анасын, әкесін және әжесін өлтірген екі белгісіз адаммен жалғыз қалды. Олардың сол сәтте қандай сезімде болған елестету қорқынышты. Гаражда қарда жүргіштерге арналған бензин құтылары болған. Кісі өлтірушілер әрі қарай не істеу керектігін білді. Олар жан-жаққа бензин құя бастады. Олар екі қызға өздеріне мойынсұнып, дереу қарда жүргіштермен бірге кету керектігін айтты.
Лени мен Триша бір-біріне қарады. Олардың мойынсынудан басқа амалдары қалмады. Өрт өте тез тарады. Сұр бір жейде киген жігіт бір қарда жүргішке Ленимен отырды. Көзілдіріктісі Тришамен бірге отырды. Триша мен Лени қашудың жолдарын ойлады. Бірақ шын мәнінде қыздардың қашып кетуге мүмкіндігі болмады, және олар мұны түсінді. Таудың, орманның және қалың қардың арасында олар әсіресе қарулы өлтірушілерден қашып құтыла алмайды. Лени тек сіңлісінен айырылып қалмауды ойлады. Ең бастысы оны көзден таса қылмау. Үйден енді алыстай бергенде бір көлік жақындап келе жатты. Көлікте қыздардың ағасы Рэнди Зорн еді. Ол жиендерімен және сол кезде ойлағандай олардың жігіттерімен амандасқысы келіп, тоқтап, оларға қолын бұлғады. Бірақ қыздар оны танымайтындай кейіп танытып өте шықты да көліктің жанына келіп тоқтады. Қаскүнем Лениден ол кім болды деп сұрады. Қыз ағасы екенін білсе, оны да аман қалдырмайтын тез түсініп, жақын маңдағы көршіміз деп жауап берді. Ағасы екенін білсе, оны да өлтіретін. Қыздардың тоқтағанын көрген Рэнди соларға қарай беттеді. Қаскүнемдер бірінші кезекте револьверлерін көлікке тастады. Қыздар тіпті қозғалуға қорқып тұрды. Триша олардың бірінің қойын қалтасындағы пышақты көрді. Оны байқаған қаскүнем, алаңдама, мен пышақты да жақсы қолданам деді. Олар қыздарға көлікке отыруды бұйырды. Рэнди көлікке жақындап қалды. Ол қолдарын бұлғап тоқта деп айғайлады, бірақ көлік кетіп қалды. Алғашында Рэнди қыздардың оғашқылықтарын кәдімгі жасөспірімдік ұятпен байланыстырды. Бірақ іштей бірдеңе дұрыс емес екеніне сенімді болды. Рэнди мұны білмей тұрып, арт жақтан басқа қарда жүргіштің келе жатқанын естіді. Ол бұрылып қараса, дулығасыз, қолғапсыз, сырт киім жоқ адамды көрді. Оның беті күлгін болды. Ер адам келгенде ғана Рэнди оның ағасы Рольф екенін әрең түсінді. Ол қансырап есін әрең жиып тұрды. Ол тез сөйлеп, мені атып тастады, әйелімді өлтіріп қыздарымды ұрлап әкетті деді. Рэнди үрейленіп қарда жүргішке отырды да, Рольф оның артында жатып, мүмкіндігінше жылдам айдауға тырысты. Қан тоқтамай ағып жатты. Бұл жерлерде ұялы байланыс дұрыс істемейтін. Рэнди 911 нөмірін қайта-қайта теріп, қыздарды құтқару керек, ағама тікұшақ жіберіңдер. Қыздарды құтқару керек, ағама тікұшақ жіберіңдер деген сөздерді қайталаумен болды. Кенеттен біршама әрекеттерден кейін 911 мен байланыс орнатылды. Рэнди тек өлтірушілерді қуып келе жатқанын айта алды. Олар қарулы. Ол көлікті сипаттап, оның қай бағытта қозғалғанын айтты. Бізде ауыр жаралы бар, бізге тікұшақ керек деген сөйлемде телефон өшіп қалды. Рэнди жанармай құю бекетіне тоқтауға мәжбүр болды. Ол ақылы телефонға жүгіріп барып 911 нөміріне қайта қоңырау шалып, тікұшақ сұрады. Осы кезде Лени мен Триша олардың жанынан өтіп бара жатқан полиция көлігін байқады. Қыздардың жүректері дүрсілдеп кетті. Бірақ полиция көлігі артқа бұрылып, бұлардың артынан ере бастады. Спидометр жылдамдықтың сағатына 145 шақырымнан асқанын көрсетті. Қудалау 2 шақырымға созылған жоқ. Жүргізуші тізгінге ие бола алмай, көлік жолдан шығып кеткен. Триша мен Лени арттағы жолдың полиция қызметкерлерімен жабылғанын және олардың қаруланғанын көрді. Тәртіп сақшылары қаруларын көлікке бағыттады. Триша көліктен олардың апалы сіңлі екендіктерін және атудың қажеті жоқ деп айғайлады. Полиция қаскүнемдерде кепілге алынғандардың бар екені туралы ақпарат алған жоқ еді. Триша апасына қолын созып, алақандарын мықтап қысып, бір-бірін ұстады. Олар еңкейіп дұға етіп жатты. Бірақ өлтірушілер бірден берілді. Қыздар босатылды. Әкесін алып кетуге тікұшақ келгенде, Рольф бар күшімен өмірмен күресіп жатты. Әкесі қыздарының құтқарылғанын және аман қалғанын білгенге дейін ұшудан бас тартқан. Ата-ананың шексіз махаббаты ер адамға өз өмірі үшін ғана емес, ұрланған қыздарының өмірі үшін де күресуге күш берді. Оған да оқ атылды. Өлтірушілер оның өлгеніне сенімді болды. Бірақ ол жай ғана өлген кейіп танытты. Оны да басқа өлтірілгендер сияқты жанармай құйып өртеп жіберген еді. Рольф ауыртпалықты жеңіп, кейінірек өлтірушілерді қуып жету үшін жанып жатса да, шыдап жатуды жалғастырды. Оның жолы болды. Қылмыскерлер үйден дереу шығып кетті. Жуынатын жерге жүгіріп барып, жанып жатқан киімін шешіп, қарда жүретін көлікке мініп, қуып жетті. Рольф сол күні нағыз ерлік жасады. Өйткені ол інісіне қарда жүргішпен бармағанда қаншама қымбат минуттар босқа кететін еді. Бәлкім, бұл уақыт өлтірушілерге тығылып, ізін суыту үшін жеткілікті болар ма еді. Фон Тейлор 26 жаста. Ол мектептегі ең қарапайым, тыныш бала еді.
Оның отбасы да қарапайым дұрыс отбасы еді. Көршілер мен таныстар оның отбасын өте әдепті адамдар деп айтты. Бірақ белгісіз себептермен Фон Тейлор ұрлық жасай бастады. Алғашында ұсақ-түйек ұрлық жасап, одан кейін аса ауыр қылмыстар жасаған. Ақырында ол ауыр ұрлық үшін сотталып, Юта штатының түзеу мекемесіне жіберілді. Сол жерде ол жасы 20-дан енді асқан Эдвард Делиді кездестірді. Бұл бір бөтелке кола мен үйді аралаған көзілдірікті жігіт. Дели оны білетін адамдар атап өткендей, жағдайы төмен отбасынан шыққан. Ол да ұрлық жасап, үйлерді тонап, кейін өртеп жіберген. Ол ұрлық және өртеу үшін сотталған. Жігіттер бір уақытта бірге босап, түрмеден оңалту орталығына жіберілді. Оларға араласуға мүмкіндік берілді, бірақ олар бірге қашуға шешім қабылдады. Біреуі бұл шалғай ауданды білетін. Ол Тид отбасының үйінің қайда екенін білген, өйткені оның туыстарының да үйі осында болған. Олар Тид отбасының үйіне келгенге дейін жақын маңдағы бірнеше басқа үйлерді аралап үлгерді. Патруль Брэд Уайлд Тейлор мен Делиді ұстағаннан кейін Тид отбасының үйіне барды. Ең бастысы, өртке қарамастан кем дегенде кейбір дәлелдерді сақтап қалу еді. Жоғарғы қабатта 2 мәйіт болды. Айналаның бәрі түтін, өртке оранған. Ол жақта жұмысты жалғастырудың қажеті жоқ, мүмкін емес еді. Өрт сөндірушілер сол жаққа қарай бет алды. Полиция қызметкері болса, үстелдің үстінде тұрған бейнекамераны байқады. Тейлор мен Дели үйге кіріп, жұмысты тез бітіріп қашып кетуге тырысатын ұрылар емес, үй иелері сияқты әрекет етті. Олар тамақ жеп, ішіп, рождестволық сыйлықтарды ашып, барлығын отбасылық камераға түсірді. Олар айғақтар қалдырудан қорықпады, өйткені олар үйді өртеп жіберетіндерін әу бастан жоспарлаған. Сотта олардың жүздерінде өкініштің көлеңкесі де байқалмады. Кейінірек Триша сұхбатында Делидің тірі қалған Рольфті көргендегі реакциясын жақсы есте сақтағанын айтты. Ол менің әкемді көргенде әр уақыт көргендей болды. Ол әкемді өлтіргеніне сенімді еді. Әкем тірі, біз жеңдік. Фон Тейлор өлім жазасына кесілді, ал Эдвард Дели өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Үй өртеніп кеткен соң Тид отбасы оны қалпына келтірді. Олар оны одан да жақсырақ етті. Әкесі қыздарына найзаға ешқашан бір жерге 2 рет соқпайды. Енді бұл жерде әрқашан қауіпсіз болады деді. Ондаған жылдар өтті, бірақ Тид отбасы әлі де мейрамда осы үйге келеді. Лени Делиден 2001 жылы хат алды. Ол оны үнемі қайталап оқиды. Өйткені ол сотталған адамның шын өкінгенін түсінгісі келеді. Дели кешірім сұрап жылдар бойы өзгергенін және бәрін түсінгенін жазды. Лини Нейтон есімді адамға тұрмысқа шықты. Тришаның да тамаша отбасы бар. Ол 2 қыздың анасы. Рольфқа қатерлі ісік диагнозы қойылған кезде өмірінің соңғы 8 аптасын отбасының жанында өткізді. 2016 жылы өлім жазасына кесілген, қазір 60 жастан асқан Тейлор апелляциялық шағым түсірді. Ол жазаны жеңілдетуге үміттенеді. Оның адвокаттары Тейлор бірінші болып оғатқанымен келіседі, бірақ олар оның оқтары өлімге әкелмеді деп санайды. Олар әйелдерді Дели өлтірді деген ойда. Юта штатының бас прокурорының көмекшісі Эрин Райли жаңа тыңдаулар өткізуге негіз жоқ дейді. Тіпті егер ол өлтірмеген болса да, Тейлор бәрібір кінәлі болар еді. Өйткені сыбайласы штат заңы бойынша қылмыстар үшін бірдей жауапты болып саналады. Бірақ шамасы Тейлор өзінің сыбайласы сияқты кем дегенде өмір бойына бас бостандығынан айырылуға үміттенетін секілді. Мұндай жағдайлардан ешкім сақтандырылмаған. Сол үшін жақындарыңызға бас көз болып, бір-бірлеріңізді қадірлеңіздер. Жаңа жыл жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.